Абайдың 42-ші қара сөзі. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиермеді. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамағы сырап болмаса сөз аңдып қулық сұмдықпенен адам аздырмақ үшін яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекпен салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңгей малшыларға бала-шағаларға тапсырып, қолындағы Құдай берген азды көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның өрі-бөріге жем қылып, қара жарға ұшырауына шыдайды. Бұш-бұш кеңестен қалып, бір ауылға барып қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп ыршыңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп, елге жайып жүріп ырбаңдауға пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың ісі жараймын дегені өзінің азды көптісін біреуге қоса салып көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегіге байлықта мақтан емес, ақыл, абайырда мақтан емес, арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеу қолынан келетін кісі салтапты сабау, қамшылы кедейде болса, азда болса, орны төрде, майлатқа майлы етке қолы жетеді. Желік білу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп, желдендіріп алып шаруасын қылмаяқ малын, бақпаяқ содан алып, киімін бүтейтіп тиіп, тәуір атын мініп алып қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өш тыныштығында білмейді, бос шығынданғанын да ескермейді. Бір кісімен сөйлессе мұны қайтеміз деп бағанаға антұрғанмен ақылдасады. Ол сүйердің жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен және де ақылдасар досы көбейсе қадірім кетіп қалады деп ойлайды. Ой Тәңір-ай, оны білмей тұрсыз-ау, ол ана қулық қой, бұл мына қулық қой деп, оған бедей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейтұғын қылады, және байдың өзіне де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң бағанаға кісі бұзылса, әлгі антұрған бағанаға байға мен айтпап па едім, оныкі қулық сөз ғой деп, міне көрдің бе деп, екінші де тырп етпейтұғынын қылып алады. Ендігі жұрттың ақалы да, тілеуі де, харекеті де осы болмақ.